Атаулы әлеуметтік көмек туралы 5 маңызды сұрақ. Атаулы әлеуметтік көмек кімге тағайындалады? Жан басына шаққандағы орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан аспайтын барлық отбасыларға тағайындалады. Атаулы әлеуметтік көмек ала алатынымды қалай тексеруге болады? Отбасының жан басына шаққандағы орташа табысын, яғни бір адамға келетін табысты есептеу қажет. Ол үшін отбасының алдыңғы 90-дағы жиынтық табысын отбасы мүшелерінің санына және 3 айға бөлу керек. Жан басына шаққандағы орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан аспайтын отбасы аз қамтылған отбасы болып саналады, және ол атаулы әлеуметтік көмек алуға құқылы. Бұл орайда ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері 90 сайын есептелінеді. Соманы жергілікті атқарушы органдардан нақтылау қажет. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін қандай құжаттар қажет? Тұрғылықты жеріңіз бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына немесе кент, ауыл, ауылдық округ әкімдігіне өтініш беріп, жеке куәлігіңізді ұсынуыңыз қажет. Атаулы әлеуметтік көмекті қайта есептеуді қалай рәсімдеуге болады? Тұрғылықты жеріңіз бойынша жұмыспен қамту орталығына, ауылдық жерде кент, ауыл немесе ауыл округінің әкіміне жүгініңіз. Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз болуы тиіс. Егер мен атаулы әлеуметтік көмек алатын болсам, өз табысымды қаншалықты жиі растап отыруым керек? Атаулы әлеуметтік көмек 3 айға тағайындалады. Сондықтан өтініш беруші көмектің тағайындалуына 3 ай сайын жүгінуі керек. Бұдан былай мемлекеттің қолдауын қажет етпейтін азаматтарды көмекке мұқтаждардың қатарынан шығарып тастайды. Ал шынымен көмекке мұқтаж адамдар қажетті дұрыс соманы уақытында алады. Мысалы, егер бұл уақыт ішінде отбасында бала дүниеге келсе, оларға берілетін көмек мөлшері ұлғаюы мүмкін. Атаулы әлеуметтік көмек туралы толығырақ 111 телефон арқылы білуге болады.